Мен бүгін сіздерге Google Forms форматында қалай онлайн тест жасауға болатынын көрсетемін. Ол үшін сіздердің ноутбук, компьютеріңіз интернет желісіне қосылған болуы қажет. Бірінші, Google браузеріне кіреміз және Google Forms деп жазып аламыз. Ашылған терезеде открыть Google формы батырмамыз. Жаңа форма пайда болды. Осы жерге сіз тест құрастыратын пәннің атын жазуыңызға болады. Әдебиеттік оқу. Қателесіп астына жазылып кетті. Название формы деген жерге жазамыз. Әдебиеттік оқу. Описание деген жерге 4-ші сыныпта жазып қойсаңыздар болады. Мына жерде оқушының аты-жөні жазылу керек. Оқушының аты-жөні. Оқушының аты-жөні жазылу үшін біз мына жерден текст бөлімін таңдаймыз. Текст строка бөлімін. Және міндетті түрде оқушы өзінің аты-жөнін толтыру үшін обязательно вопрос батырмасын басып қоямыз. Енді настройка бөліміне өтеміз. Баптаулар бөліміне. Сол жерде сіз тесты бөлімін таңдайсыз. Тест батырмасын басып қоямыз және сақтаймыз. Сохранить. Енді біз тест сұрақтарын ендіру үшін қосу батырмасын басамыз. Алдын ала сізде Word мәтіндік редакторында жасалған тест болу қажет. Осы тестті ашып, көшіріп алып, Word'тағы тестті көшіріп алып, біз оны Google Forms'қа қоятын боламыз. Міне Google Forms'ты ашамыз. Осы жерде вопрос деген жерге біз қазір көшірілген сұрақты қоямыз. Вопрос деген басамыз. Вопрос деген жерге жаңаға көшірілген сұрақты ставить етеміз, яғни қоямыз. Енді астына варианттарын көшіру қажет. Біз қайтадан тестімізге барамыз. Сол жерден варианттарын көшіреміз. Бұл жерде бізде 5 түрлі вариант берілген. Осыны копировать батырмасын басып көшіріп аламыз. Ол буфер обмені де сақталып тұрады. Қайтадан кіреміз. Вариант деген жерге 5 түрлі вариантты көшіреміз. Ставить батырмасын басамыз. Мына жерде сізде 5 түрлі вариант көшірілді. Осының ішіндегі дұрыс нұсқасын белгілейміз. Дұрыс нұсқасы Қостанай облысына дүниеге келген. Және осы сұрақтың қиындылығына байланысты 1-ден 3-ке дейінгі балды қоюға болады.
мен әзірге 1 балл деп қойдым. Және готово батырмасын басамыз. Келесі сұрақты қосу үшін осы батырмасын басамыз. Және екінші сұрағымызды көшіріп алып келеміз. Тест бөлімі. Бұл жерде біз енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранның авторлары деген сұрақты көшіріп жатырмын. Қазір Google формаға қоямыз екінші сұраққа. Бізде міне бірінші сұрақ қойылып тұр. Енді екінші сұрақты қоятын боламыз. Вопрос деген жерге екінші сұрақты қоямыз. Және варианттарын көшіріп алып келеміз. Бізде бұл жерде 5 түрлі вариант берілген. Негізінде ноутбукте, компьютерде жасаған өте ыңғайлы, себебі ұялы телефонмен жасаған кішкене қиындықтар туғызады. Екінші сұрақтың варианттарын көшіреміз. Варианттарын қойдым. Енді осының ішіндегі дұрысын белгілейміз. Дұрысы бұл жерде А нұсқасы. Балл береміз 1-ден 3-ке дейінгі 1 балл. Және готово батырмасын басамыз. Енді тағы бір сұрақты көшіріп көрейік. Тест бөлімінен 3-ші сұрақты көшіретін боламыз. Тест 4-ші сыныпты басып ашайық. Бізде 3-ші сұрақ. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген сұрақты көшіремін. Копировать батырмасын бастым. Және 3-ші сұрақты енгіземін. Вставить. Енді жауаптарын 3 түрлі жауабын жазсақ болады. Ұстазы жақсының, мысалы, ақылы, жақсы. Екінші вариантқа ұстама, жақсы. Үшінші вариантқа білімі. Осы 3 варианттың ішінен дұрыс жауабын белгілеу қажетпіз. Дұрыс жауабы ұстама. Және 1 балл береміз. Готово батырмасын басамыз. Мен мына жерде 3 сұрақты қойып шықтым. Енді отправить батырмасын басамыз. Және екінші сілтеменің белгісін басып, бізге мына жерге дайын сілтеме берілді. Осы сілтемені копировать батырмасын басып көшіріп аламыз. Және ол сілтемені сіз өзіңіздің WhatsApp группасындағы арнайы группаларға жіберсеңіз болады. Мысалы, мына жерге ссылканы, яғни сілтемені вставить етеміз.
Осы сілтемені басу арқылы оқушылар онлайн тестке кіреді, яғни қосылады. Міне, әдебиеттік оқу пәнінен сізде тест сұрақтары шықты. Міне 3 сұрақ. Бұны белгілеу үшін бірінші міндетті түрде сіз өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Мен қысқаша түрде Арына деп жазайын. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді делік. Екінші сұраққа дұрыс жауап берді делік. Үшінші сұраққа қате жауап берді делік. Және отправить батырмасын басамыз. Посмотреть баллы батырмасын басып, оқушы өзінің қанша ұпай жинаған көре алады. Берілген 3 сұрақтың екеуіне дұрыс жауап берді Арна есімді оқушымыз. Бірінші сұрақ дұрыс, жасыл түспен белгіленіп тұр. Екінші сұрақ дұрыс, үшінші сұраққа қате жауап берді, яғни қызыл түспен белгіленіп тұр. Оқушының жауабы автоматты түрде шығады, және сіз осы оқушының жауап берген нұсқасын көре аласыз. Ол үшін Google Forms форматына қайтадан кіреміз. Және сол жерде ответы бөлімінде кімнің қалай жауап бергендігі көрсетіліп тұр. Бұл жерде статистика бөлімі бар. Статистика бөлімінде оқушының 3 сұраққа қайсысына дұрыс, қайсысына бұрыс жауап бергендігі көрсетіліп тұр. Міне осылай онлайн түрде тест құрастыруға болады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.